бармысың, қадірлі көрермен? Бұл видеода мен инемен кесте тіге отырып, сіздермен ұмай ана туралы білгенімді, естігенімді айтамын. Алдымен осындай домалақ пішінді кергішке арнайы матаны керіп дайындап, бетіне ұмай ана бейнесін түсіреміз. Қалам үтік буымен кетіп қалады. Айтпақшы, бұл бейне ғаламторда жүктелген осындай суретке қарап, өз ойымнан шабыттанып бейнелеген түрім. Кестелеу әдісім барынша оңай. Қолыңызды аздап жаттықтырып бастай берсеңіз болады. Бұл тақырыпта ең маңыздысы ол жіптердің түсін бір-біріне үйлестіріп тігу. Мұндай кестелеу қазақтың біз кестесіне ұқсас болып келеді. Мен инемен кестелеп отырғандықтан ине кесте деп жаңа атау беріп қойдым. Сонымен ұмай ана дегеніміз кім? Көне түркі мифологиясы бойынша ұмай ана ұрпақ жалғастығын жебейтін періште. Ұмай деген сөз түркі тілінде баланың ізі, бала орны, ана жатыры деген ұғымды білдіреді екен. Люневиль инесімен осылай сызған жерлерімді кестелеп аламын. Қазақ халқы қыз ұзатып некесін қиғанда аналары, әжелері, әпке сіңілілері ұмай анадан күш қуат тілеп оған сыйынған. 2012 жылы Қазақ ғылыми мәдени зерттеу институтының ғылыми қызметкерлері Алматы облысы Жамбыл ауданынан ұмай ананың тасқа қашалған мүсінін тапқан. Тас мүсін біздің дәуірге дейінгі 7-8 ғасырларда қашалған екен. Менің санамда қазақтың әрбір анасы, әжесі, әйел баласы ұмай ана. Мейлі құрсақ көтерсін, көтермесін, бәрібір бүтін тұлға. Себебі тумаған баласына, туған анасынан артық тәрбие бере алады. Осындай қасиеттің бәрін біздің ата-бабамыз, әжелеріміз, аналарымыз білген. Аңыз бойынша ұмай ананың 12 қызы болған деседі. Қыздарының бәрі адамзатқа қамқор, табиғатқа қамқор, жерге, суға, тауға, тасқа қамқор болған екен. Су арнасы бұғатталып қалса ашып, жараланған аңды емдеп, сусыз құрғаған егіндікті, орманды, жаңбыр жауғызып, көк тәңірмен ұмай ананың қолғабыстары, қолғанаттары болған екен. Осы себептен ұмай ана қыздарын тауға, тасқа, жұлдызға, өзендерге айналдырған деседі. Олар мәңгілікке жер бетінде, адамзат баласына, барша тіршілікке табиғат арқылы қамқор болып қала береді екен. Ұмай ананың батасы. Диқандарға егін бер, малшыларға төлін бер. Мал атасы малабай, елге майлы сүт берсін. Ойсыл ата ой қамбар, елге шұбат күш берсін. Қамбар ата ұрпағы қара құрттай жайнасын. Адам ата ұрпағы ақылменен іс қылсын. Табиғатты аялап, қайың талды кеспесін. Көк тәңірі жар болып, пейілдері кеңейсін. Қастасқандар тоқтасын, соғысқандар жоғалсын. Қанағат қылса барына, қайыр берсін көбірек. Жетім жесір қарыпқа үкімшілік қылмасын. Қарияларды құрметтеп, кішілерді сыйласын. Ұзақ болсын ғұмыры, ақ жаулықты ананың. Бала күтсін, бар болсын. Жақсылық істеп жар болып, жүргендерге тәңірі. Қолдау болып көк аспан, ашық болсын дәйірі. Лайым солай болсын, әумин. Кестелей келе, акрил бояуын алып, тауды, аспанды, түнгі аспанды қанық түске бояп, туындыма рең бердім. Енді ары қарай кестелеймін. Достар, видеоға лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Менің видеоларым
осы видеоға дейін орыс тілінде болған, енді тек қазақ тілінде болатын болады. Қазақша контентті қолдайық. Кестелеу бағытын азда болса да көрсетейін деп отырмын. Өте оңай, бірақ шыдамдылықты талап етеді. Ойыңызды бөліп, бір сәтке жүйрік уақытты тоқтатып, қиялыңызға ерік беріп, ішкі жан дүниеңізді кесте арқылы бейнелесеңіз болады. Кестелей отырып, арман тілектеріңізді айта отырсаңыздар, болашаққа жоспар құрып, ұшқыр қиялыңызда сол жоспарыңыз іске асқандай күйде болуға мүмкіндік беріңіз. Жақсы тілек әрдайым орындалады. Ашуланып, ызаланып отырып кестелеуге болмайды. Мұндай сәттерде жіптер түйіншектеліп, жұмысыңыз алдыға жүрмейді. Мұның бәрі физика, тылсым дүние. Көзіміз көрмейді, санамыз сезеді. Кестелеп болайын деп қалдық. Соңғы штрихтар акрил бояуымен әрленетін болады. Кестелі ұмай-ана бейнесі дайын болды. Кестелей отырып, акрил бояуын қолданып, көк түспен түнгі аспанды бейнеледім. Қоңыр түспен тауларды, жерді бейнеледім. Кестелеу мен акрил бояуымен бояу арқылы осындай керемет дүние пайда болды. Бұл бейнеде түнгі аспан, ай, жұлдыздар, ұмай-ана, кең далада, өзен жағасында, түндігі ашық қазақ үй, ашық түндіктен жөргекке оралған бала бейнесі, ұмай-анамыздың кимешегіне, шапанына көңіл аударатын болсақ, оюланған табиғатты көреміз. Ақ жаулығы желбіреп, қазақ үйге еліп отырған ана бейнесі. Қазақ үйдің оюына көңіл аударсақ, біздің тудың оюына, түр түсіне сай келеді. Маяна аялы алақанымен қазақ үйді айналып, толғанып, аластап отырғанға ұқсайды. Ал енді басқа қырмен қарасақ, ұмай-ана басқа бір жерден қазақ үйді көтеріп алып келіп, осы көлдің жағасына қоныстандырып отырған бір анаға ұқсайды. Қиялда шек жоқ. Өздеріңіз қарап, бақылап, ой пікірлеріңізді жаза отырсаңыздар болады. Сіздердің ой пікірлеріңізді оқу маған да қызық. Осымен әңгімеміз аяқталды. Кестелеп бітірдік. Дайын осындай дүние пайда болды. Бұл картинаны іліп қойса болады, сыйлыққа берсе болады. Бір таптырмас дүние. Келесі видеода аман есен жолыққанша аман сау болыңыздар.